Зейін Шашкин, доктор Дарханов романы басы плейлисте. Доктор Дархановты рентгенология кафедрасына осынша шақырғанда қалмапты. Міне жігіт деген бас дәрігердің мадақ сөзін Жүсіп өз құлағымен естіді. Содан бері іштей тартыс таласқа түсіп біресе Ниязды қолдап, өзіміз болса қалыба қояр едім десе, енді бір кез осы санаторийде не табам деп жүр, басы айналған сорлы. Әлде отделение бастығын Жүсіпке қимай ма? Ол кетсе Жүсіптен басқа кісі де жоқ деп толқып, өсек сөзге онша илана да қоймады. Дархановтың білімді дәрігер екені анық, мұның іскерлігі, адаммен тіл табыса білетін қабілеті шіркін өз бойыма бітер ме еді. Кім не десе о десін, Жүсіптің бір бүкпесі ішінде болғаны жөн. Ертең оны шақыртып әкетсе, Кравцов кімді қоямыз деп алдымен Ниязбен ақылдаспай ма? Әрине, Алматыға жоғарылап бара жатқан досымен санаспай боламы? Ертең о жақтағы арқа сүйер. Сондықтан да Кравцов Нияз сөзін жықпайды. Ендеше Ниязбен аса үш десе берудің қажеті қанша? Сусанна Михайловна өзі де ақысын жіберетін емес. Соңғы кезде Жүсіптен жеріп Жорданбаевты іш тарта бастаған сияқты. Қиын адам-ау Сусанна. Жүсіптің адал жүрегінде көктемгі гүлдей бүршік атып келе жатқан махаббатын табанымен басып өсірмей қойған да сол әйелдің өзі. Құмартып ынтазар боп жақындаған сайын қаша береді. Кейде Жүсіп ыза болғанда Нияздың қолтық астына кіріп ап, Сусаннаға қарсы күрес ашсам ба деп те ойлады. Білсін кімді мазақ қылатыны. Күн жексенбі. Жүсіп көлге қарай сынаптай толқыған осы бір ойдың әуенімен аяңдап келеді. Бақтыгүл баласын ертіп моншаға кеткен. Жаңа журналдарды оқып Жүсіп үйде қалған болатын. Отыра алмады. Көл суық, суға түсуге ерте. Мұздың өзі еріп біткеніне әлі бірақ апта. Көкшенің басында ағарған қар, көлден қара соғық жел еседі. Көл жиегінде қайық сүйреп жүрген Ниязды Жүсіптің көзі анадайдан шалды. Құмға кіріп кеткен ауыр қайықты суға түсіре алмай әлек. О да Жүсіпті таныды, білем, қолын бұлғап шақырып алды. Коллега, итерісіп жіберші деді күңгірлеген барқыт даусы, Жүсіпті еріксіз бағындырып. Жүсіп барып итерісіп қайықты суға түсірісті. Ерте емес пе, асығып қайда барасыз? Сағынып қаппын. Қалай десеңіз де біздің жақта қыс ұзақ. Алматыда мартта болдым. Соның өзінде жаз шықты, жып-жылы. Отыр, махаббат аралына барып қайтайық. Жүсіп бас тартпады. Екінші ескекті ұстады. Нияз құлшына есіп лезде жеткізді махаббат аралына. Қары кеткен арал, жүні түскен түйедей арса-арса өткен жылғы құраған жусан миуа сабақтары сорайып аяғыңа оралады. Қуыс тастың арасынан жұмыртқаны жарып шығып келе жатқан балапандай ақсары қызғалдақ та басын қылтитады. Нияз еңкейіп жұлып ап иіскейді. Екінші тастың түбінен көкшілдеу қызғалдақ және көрінеді. Букет жасамақсыз ба? Жүсіп әлденеге жорғандай астарлай сұрайды. Мүмкін, біреуге сыйлауым да ықтимал, бірақ гүлді түсінетін адам өз өмірде ту жақсы екен деп таңдайын қағып кете барады. Тап осы гүлден ақынның жақсы өлеңін оқығанда немесе жан тербетер нәзік музыка естігенде ләззат алатын адамдар бар. Мысалы, маған қолыма ұстап таңдану, не бір жақсы киім кигенде, әйтпесе жақсы фильм көргенде көңілімді көтеріп, қиялыма қанат бітіреді. Бала кезінде жазғытұрым әр тастың түбіне бір сығалап гүл іздеп үйренгенің әңгімеледі Нияз. Ұяда не көрсен ұшқанда соңы алады дей ме? Жастай әркім әр нәрсеге үйір болып машықтана бастайды. Біреу сөзге, біреу пәлеге дегендей. Мысалы,
біздің Шортанбаев жас кезінде немен шұғылданды деп сұраушы болса, мен жаңылмай айтар ем. Нияз Жүсіпке қарап күледі. Нияз сөзінің әзілді астарын Жүсіп те жақсы түсінеді. Білем, пәле қуып үйренген демекшісіз ғой. Көкейіндегісін атапқан соң Жүсіп өз сөзі Ниязға ұнағандай сылқ-сылқ күледі. Бір ауыз сөз араларын жалғайтын дәнекер болғандай. Сен менің ішіме кіріп шыққанда айттың-ау, Жүсіп. Нияз сандық тасқа отырды. Аз кем демалайық, тізеңді бүк. Жорамалым емес, шынымның өзі осы, Нияз Базилевич. Бір күні ол екеуміз бір үйде қонақта болып қызып ап сырласқанда ол бастан кешкен өмірінің бір кезеңін байқамай айтып қалды. Сонысы есіме түсе, осы күнге дейін төбе шашым тік тұрады. Оның кім екен мен бір көргенде-ақ аңғарғам. Адамға жылы жүзбен тура қарай алмаған кісіден жақсылық күтпе. Иә, айта бер, деді Нияз онша құмарта қоймаған ниет білдіріп. Бұл өзі 30-шы жылдары нағыз өтірік белсенді болып елдің ішін күйзелтсе керек. Әрине, мен солай едім деп өзі айтпайды, бірақ әңгімесінен байқап қалдым. Өкіл боп бір ауылға барсам дейді, шетінен құлақ бірі астық бермейді. Ақырын бақылап жүріп білсем, елді азғыратын сол ауылдағы Қайырбай дейтін дәулетті жігіт екен. Кигені түлкі тымақ, жеккені қос қара ат, кашава шана, қаламен екі ортада ызғытады да жүреді. Ауласы толған бидай деп естідім де мойнына 20 пұт астық салдым. Ол едірейіп жетіп келіп, немене құртасың ба? 20 пұт түгел 2 пұт астығым жоқ, өзіміз аш отырғанда, деді шақ-шақ етіп. Қорқам ба оның едірейгенінен? Айылымды да жиғам жоқ. 3 күннің ішінде табасын, таппасан астық үшін қолындағы малыңды сыпырып өзіңді қалаға табыс етсем, дейді Шортанбаев. Жігіт сасып 10 пұтты зорға табады. Онда да көрші поселкеге тамыр таныс орыстардан қарызға сұрап алады. 3 күн өткен соң көжекең не істейдеңіз? Қаладан милиция шақыртып Қайырбайдың бар малын сыпырып алып, өзін айдатып жібереді. Құлақ деп айтады ғой. Қайдағы құлақ, еті тірі, кәдімгі әлді жігіт те ел ішіндегі соң айтпақшы қос қара атты шанасымен өзіне алып қалады. Бір күні, дейді ол, қаңтардың сақылдаған аязы ызғытып келе жатсам, жол үстінде бір нәрсе қараяды. Байқасам 3 жасар бала жолға түсіп ап кетіп барады. Шанадан түсе сала көтеріп алып, қасқыр ішігімнің қойнына тығып жіберіп, сөйлесейін десем, тіл білмейді. Елсіз жерде бұл не қылған бала деп жан-жағыма қарап тұрсам, кейінірек жол жиегінде бірдеңе ағарады. Жетіп барсам, Қайырбайдың келіншегі өліп жатыр. Қолымды қойнына тығып жібердім. Жып-жылы жаңа ғана жан тапсырған екен. Өзінің өлетінін біліп, 3 жасар баласын жолға салып қоя берген, деп иманың қасым болатын бір жайды айтып, мені шошындырғаны бар. Нияз айбат шегіп, санын бір соқты. Ой, лағнат-ай, малын тартып ап, бала-шағасын аштан қырғанын қарашы. Бәсе, сиқы сондай қанішер адам бол. Кейін ғой колхозда бастық болып, талайды зар қақсатқан. Атамаңыз өзі айтып отырса, бір бейкүнә бейшара адам. Оның бәрін бай құлаққа істеген революционер кісі боп отырады. Мұндай сұм ана бір жылы кімді жазықсыз зар жылатпады дейсің, деді Нияз. Соғыс жылдары мұның қолын кім қақты дейсіз? Еркектері соғыста жүрген сорлы әйелдердің үнін шығармай талайына тізесін батырған болар. Я, құлағыма тігені бар. Бастық боп тұрып, колхоз мүлкін жеп, содан
қуылса керек. Бұл өмірде қисық жаралған кемтар адамның бірі. Сонау ұлы күресте толқынмен қалқып шығып, содан бері сүйретіле берген қашан құларын сөзге үйір Сусанна Михайловна оған сай. Жүсіп Нияздың әр сөзіне қарауыл қойып бақты. Бұрын бұлай шешілмейтін еді. Жүсіптен сыр тартпақ ба жоқ, әдейі Сусаннаға жеткізсін деп сөз бастады ма? Сусанна Михайловнаға жеткізсін деп отырғам жоқ, олай ұқпа, деді ол Жүсіптің ойының үстінен түсіп. Мен жөнде келінге жапқан бір жалаңды әмірге айтқанды. Тоқта, әуелі тыңдап алды, соң сөйле. Егер сенер болсаң, сенің әйеліңмен осы күнге дейін оңаша сөйлеспек былай тұрсын. Амансың ба? Хош болдан бөтен сөз айтып көрген пенде емеспін. Бұл бір. Екінші, сенің қарадан қарап жүріп, жазықсыз менімен ұстасып алғаныңа және түсінем. Жүсіп қызарып, ойда жоқта маңдайын тасқа ұрып алғанына өкінеді. Аралға барып не ақысы бар? Бармаймын десе зорлаушы ма еді? Аз мүдіріп ойын жинақтап алған Нияз тағы да алқымнан алды. Сусанна Михайловнаны сенен жақсы да бұрын да білем. Қақпанына түскен еркектің жан дүниесіне қол сұғып бұза бастайды. Сен онымен дос боп жүрсің, бірақ есінде болсын, жаныңа дақ түсірмей қоймайды. Абайла, жассын. Жүсіп іште Нияз сөзіне ұйып қостаса да сылқ етіп құлап кетуге ар намысы бармады. Абайла, не істейді Сусанна Жүсіпке? Осы күнге дейін үйленбей жүргеніңізді мүмкін Сусанна Михайловнадан көрерсіз. Жүсіп әзіл араластырам десе де дөрекі шықты. Нияз оны сезіп қалғандай. Жоқ, деді ол күлімсіреп. Одан да өзімнен де көрмеймін. Өмірдің бір тарыз арнасына түсіп кетіп шыға алмай жүрмін. Саған ерсі ме осы күнге дейін үйленбеуім? Ерсі, бірсыпыра жасқа келдіңіз, әлі бойдақсыз. Біздің халықта сирек кездесетін жай. Нияз кекете күлді. Қазақ байыса қатын алады. Осы күні қатын тастап, аузы күйіп үйлене алмай жүргендер аз ба? Менің жаныма бататын бойдақтығым емес, сенің өз жайың, деді шімірікпестен Нияз. Мынау не дейді? Бұдан артық басынғандық бола ма? Осы шірікті Жүсіп құлағын салпитып тыңдап отыра бере ме? Не демекшісіз? Даусы дірілдеп, іштегі толқынның лебін тағы да сездіре сөйлейді. Үйлі барандысың. Сусанна Михайловнаның саған керегі қанша? Бүкіл санаторийге атағың жайылды. Ондай семья құрғаннан менің бойдақ күнім артық. Өз көзі алдындағы келдекті көрмей, біреудің көзіне түскен шөпті көреді, дейді орыс мәтелі. Жүсіп ашуланып атып тұрды. Ақылыңыз өзіңізге, маған үйретпеңіз. Мен үйретпегенде саған кім үйретеді? Сөздің байыбына жетпей дір-дір етесің. Ал екеуміз осы аралда төбелестік. Бірімізді біріміз суға батырдық. Соң Нияздың салмақты байыпты мінезі Жүсіпке әсерін тигізгенде. Жоқ, сіз тілдемей сөйлеу дегенді білмейсіз, шапқа түртесіз, деп Жүсіп қайыққа қарай бұрылды. Қара жел өтіп барады. Қайыққа мінейік. Қайық жүзіп келеді. Ойының ұшын жоғалтып алғандай Нияз қайтып үндемеді. Жүсіп өзінің орынсыз қызарандап бой көрсеткеніне әрі ұялып, әрі өкініп келеді. Жүсіптің өзі бастаған жоқ па сөзді? Бойдақ жүргенің келіспейді демеді ме? Бұл да оның намысына тиетін сөз шығар әлде. Жиекке жетті. Екеу қайықтан үнсіз түсті. Ағаш ішімен тікке тартып Нияз үйіне қарай беттеді. Оны тастап Жүсіп бөлек кете алмады. Жол Нияз үйінің қасынан өтеді. Нияз үйінің алдына
Әрлі-берлі біреу жүр, бойшаң, қара былғары пальтосы бар жас адам. Енді бір-екі қадам аттағанда кім екен шырамытты комбайнер Байжановқа ұқсайды. Жақын келді. Соның өзі Ниязды көріп арсалаңдап кеп қол берді. Мен сізді тосып тұрғаным, деді ол Ниязға. Қуанышың қойныңа сыймаған адам сияқтысың. Ниязды арқасынан қағып басынан аяғына дейін шола қарады. Мен, деді ол Жүсіпке көз қиығын тастап, қырындап, даусын бәсеңдетіп, ақымақ болғам екем. Сөзіңіз шынға шықты. Кешіріңіз, деді ол қызарып тутыға. Көзің жетті ғой, әбден. Ендігәрі сөзге еруші болма. Бар түскі тамақтан құр қаласың, деп Нияз арқасынан итермелеп қуып жіберді. Кетейін десе, қоштаспай кетудің ретін таппай қимақтап тұрған Жүсіпті Нияздың көзі шалып. Көрдің бе, деді ербелеңдеп бара жатқан комбайнерді иегімен нұсқап. Рентген сәулесінен еркек белінен айрылады деген біреудің сөзіне сеніп шын жоғалтып ала жаздапты. Енді қателестім, кешір, деп жүр. Жүсіп қып-қызыл боп төмен қарады. Осы ойдың тұқымын бірінші сепкен Жүсіптің өзі болатын. Рентген сәулесімен емделгеннен бері сарайым жақсарды дегенде, осы жігіт Сусанның қасында отырған Жүсіп түбінде зар қақсап жүрмесең дегенді. Беліңнен айрылып қалма, мұның соған әсері бар, деп Сусаны қоштай күлгенді. Сол кезде Жүсіп маңыз бермей Сусаныға жағыну үшін бе, не қызыл сөзге құмарлып па айта салғанды, бірақ Нияз еміне әдей қарсы істеген әрекеті еместі. Комбайнер тегі кім айтқан жеткізген де болар. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам. Нияз үйінің есігін аша беріп, елек қайта бұрылып, Жүсіпке айғай салды. Ертеңгі күнді ұмытпа, коммунизм қырқа астында. Сол күнге өзіңді өзің даярламасаң, орта жолда қаласың, досым. Сусана Михайловнаның есігі ашық екен. Жүсіп қақпас ырымын ғана жасап, екі рет нұқып қап кіріп барды. Сусана Михайловна көк тембіл бұлдан тігілген кең қолтық, жан қалтасы бар халат тәрізді көйлегін киіп, үйінің ішін жинап жүр екен. Жүсіпті көріп, жан сүйсіндіретін мінезіне сала бұралап, әндете сөйлеп жайдары қабылдады. Жүсіп, берілмеймін, тілдеп ұрсам Ниязбен араздығым қойдырам. Біреудің соңынан түсіп құдалау бүгінгі өмірде үйлеспейді, деп қаншама кіжініп келсе де, Сусана Михайловна арбай бір қарағанда ақ бұзаудай томпандап соңынан еріп жүре берді. Қылжалақтап, біресе Сусаның киімін мақтап, біресе кескін тұлғасын сүреттеп, өзі білетін таңдаулы сөздерін аямай жұмсап бақты. Ерігіп отырған сақа әйел жас жігітті күшікше арсалаңдатты. Қолымды қарашы, пеш жағам деп бүлдіріп алғанымды, деп Жүсіп ұнататын салалы да жіңішке саусақтарын әдей алдына жайды. Жұтып қойғандай осы бір сиқырлы саусақ Жүсіптің шашын тарап, жағынан сипаса жүрегі лүпілдеп үзіліп кете жаздайтынды. Сол саусақтары тағы да көзінің алдында ұстай ап құшарлана сүйді. Сен әйеліңнен рұқсат алдың ба, жоқ өз бетіңмен келдің бе, деп қолына сәл қозғап өзіне қарай тартты. К черту! Ар жағын айтқызбай Сусана алақанымен оның аузын баса қойды. Сіз тағы да терезе сынып қап жүрер, деп келемеждей күлді. Жүсіптің қаны тасып, ала сұрып алқындыра бастады. Жүсіп қуатының тасып келе жатқан сезген Сусана түсін
суытып бойың аулаққа сала қойды. Маған керегің бар еді, жақсы келдің, деді жап-жаңа жібекте үлбіреп отырған әйел даусы күрт өзгеріп қатайып. Біздің заманда лирика көлеңкеде ай жарығының астында ұрланып қана күн көреді. Күндіз күн шуақтағы өмірде проза үстем. Лирика керек болса кешке жақын хабарлас, деді ерні бүртиіп қабағы түсе бастаған Жүсіптің. Сиқын көргенсін, көңілін жұбатқаны ма жоқ, берген уәдесі ме? Айналасын тауып тағы да өзіне қаратып ала қойды. Шортанбаев маған кеше бір қағаз әкеп берді, соны оқып шықта, қосылсаң қолыңды қой. Столының тартпасын ашып көк сиямен жазылған 4 парақ қағазды ұсынды. Шортанбаев осы үйге жиі қатынасатын болған ба, не дер екен деп Жүсіп бетіне үңілді. Сусананың жіңішке де ұзын қабағы жиырылып барып жазылды. Шортанбаевта еркек әлі туған жоқ, деп сақылдай күлді. Жүсіп ернін тістелеп іштей тыңды. Өзімде солай ұғып ем. Шортанбаевтың кім екенін осы қағазды оқыған соң түсінесің, деп Жүсіптің әлгі бір ұшқары сөзіне басқа бір ұғым берді. Жоғары бір мекемеге Нияздың үстінен жазылған арыз екен. Доктор Дарханов пара алды. Дәрігер емес, балгер. Жаңа әдіспен емдеймін деп бірнеше адамды мүгедек қылған. Алматыға барып тамыр танысы арқылы дүдамал қағаз әкеп жұртты алдап отыр. Совет дәрігерінің этикасын бұзып, өзі емдеп жүрген науқас әйелдерді айналдырып бұзады. Санаторийінің бас дәрігері Дархановтың досы соның айтқанын істейді. Бұл жайында аудандық партия комитетіне талай арыз түскен еді. Шара қолданбай басып тастап отыр. Таңбаған бәлесі жоқ. Арыздың аяғына Шортанбаев деп қол қойған. Жүсіп оқып болды да бүктеп тізесіне қойды. Сіз өзіңіз де қол қоятын боларсыз. Жүсіптің бұл сұрағынан Сусана Михайловна сасқалақтап неге екені белгісіз көмілжі жауап қайырды. Мен керек дейсің бе? Жүсіптің танауы делдиіп, көзі ежірейіп, іштегі ашу қайнаған сүтте көпіршіп жоғары көтеріле бастады. Арыз ішінен бір мысқал шындық таба алмады. Кілең, қиянат, жала, өсек. Анада Варвара Платоновна Жүсіпке: мұндай таза да ақылды адамды өз басым көргем жоқ. Біреу бірдеме әкесе ашуланып қуып жібереді дегені қайда? Сол Варвара енді қалай куә болады? Ертең комиссия кеп тексерсе, ар жағы ашылып қалмай ма? Комбайнерді бақытсыздыққа ұшыратты дейді. Атасының басы жаңа ғана Дархановқа не деген Жүсіп өз құлағымен естіген жоқ па? Бұ да өтірік. Рентген жайына келсек, Дархановты Алматыға шақырып жатқан, диссертация қорғайын деп жүргені жалған ба екен? Жын ұрған ба, өтірікті тізе бергені несі? Әлде келсін тексерсін, бірі болмаса бір шындыққа айналар деген далбай ма? Бәрінен де комиссияны шақырту қиын демеп пе еді? Bir сөзінде Шортанбаев аға: сол тәсілді қолданған да бұл адыра қалған әдіс емес пе? Жүсіптің үн-түн жоқ толқып отырғаннан сезіктенді ме? Сусана Михайловна шып-жыңдап: жаның ашима, достасып қалып па едіңдер, деп кекете сөйлеп, алдынан бұлай бір өтті. Жүсіп мызғымады, маңдай астынан тұқырая қарап мелшиіп отыра берді. Сусана сықылықтап күліп, Жүсіптің иығынан артыла стол үстінен бірдеме алған болып, тырсиған кеудесін де тигізіп, жанын қытықтап бақты. Жоқ, Жүсіп аяғыңа киіп тастайтын башмақ емес, байқа Сусана, сенің ақ заң өтіп еді, жыртып лақтырып жіберсем бе екен? Осы күнге дейін сізге еріп Дархановқа қиянат жасағаныма тап қазір қатты өкінем. Ғапу етіңіз, мен мұндай лас қағазға қол қоймаймын, деп Жүсіп салмақпен орнынан тұрды да аңырая қарап қалған Сусанаға басын бір шұлғып кете барды. Радио қойнына сыймайтын қуаныш әкелді. Юрий Гагарин космосқа ұшып, жерді бір айналып
қайтадан келіп қонды. Тарихта бірінші рет адам космосқа жол салды. Атыңнан айналайын ардақты адам деп ақындар өлең жазып, митингте халық қол шапалақтады. Радионың алдында тұрған Нияз қол шапалақтап, иесі шыға қуанғаннан қасындағы сестраны сүйіп алды. Осы кезде біреу есікті ашып қап жаба қойғанды. Оған назар аударған Нияз жоқ. Мақтаныш сезімі кеудесін кере кабинетінен шығып, корпус алдында тоқталған демалушылардың қолдарын қыса құттықтап, жоғын тапқан баладай алақайлап қуанған мінез білдірді. Я, коммунизм орната алмаймыз деп енді кім айтады? Ғаламат, техника, күш, ақыл, шеберлік, ерліктің сайысқан жері осы. Ертеңгі күнім белгілі. Әне, қырқа астында соған жетем деген нысана. Ақыл мен ойдың ең биік шыңы, асқар белі осы. Жақында айға, одан темір қазыққа, шолпанға ұшып жететініне енді күмән бар ма? Табиғатты адам өзіне бағындырып үстемдік құра бастады. Я, достар, келіңдер, ертеңгі күнді қиялға сап арман етіп көрейікші. Дүние жүзі халқының тарихында техника басқа ғылым салаларына да жетекші болған. Естеріңде бар ма? Электр мен қабат радио тұрмысқа енді. Одан медицинада рентген ашылды. Бүгін енді жүрек жүрісін, адам миының ісін, шек қарынның ас қорытатын процесін өлшейтін аспаптар жасалды. Қазір ел тұрмысы ғана емес, медицинаға да атом кіре бастады. Рақты жазатын ем бүгін ертең табылатына шек келтірмеңіз. Қазір әркімнің үй төрінен телевизор орын алды. Ертең ол медицинаға да келіп кіреді. Дәрігерлер науқастардың хал жайын телевизор арқылы біліп хабар алатын күні де алыс емес. Бұл сияқты кемеңгер техника адамның ой сезімін кеңейтіп, ақыл өрісін биіктетіп алға сүйрейді. Мақсат, міндет, күндік нәпсінің құлдығынан құтқарылып, әрқайсымызды ертеңгі күнмен ұштастырады. Осы бір кешірек санаторийде көп адамның басына күндік нәпсіден туған кісі қадірін кетіретін, ертеңгі ұрпаққа жат көрінетін ниет, мінез, қылықтар, коммунизм адамына үйлеспейтін сонау әдеттер біртіндеп жоғалуына да техника себеп болады. Ура! Нияз балаша уралап тағамның дәмін көруге асханаға барды.